Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Көпшілігіміздің ауламызда өсіп тұрса да, мән бере бермейтін емдік қасиетке ие өсімдіктің бірі жол желкен. Олай болса, бүгінгі видеомыздың тақырыбы да жол желкен болмақ. Жол желкен кейбіреулеріміз атқұлақ деп те атап жатамыз, кейбір жерлерде орысша атауын көбірек пайдаланады — подорожник. Жол желкен қорғасын шөптер тұқымдасына жататын бір жылдық шөптесін өсімдіктердің туысы. Қазақстанда шөлді таулы аймақтарда, сор-сортаңды, құмды тақырлы жерлерден сексеуіл өсетін алқаптарда кездесетін екі түрі бар. Олардың биіктігі 50-80 сантиметрге дейін жетеді. Жапырақтары тамыр түбінен шығады, қанат тәрізді тілімденген. Тостағанша жапырақшалары түсікті, бес қалақты, күлтесі шұңғырлау. Гүлдері ұсақ, қызғылт ақ немесе қызғылт күлгін түсті. Сабағының төменгі жағында жерге жайыла өсетін сопақша жапырақшалары бар. Гүлдері ұсақ, 4 тармақты масақтан тұрады. Кішкене қауызында 8-ден 13-ке дейін тұқымы болады. Мамырдан бастап тамызға дейін гүлдейді. Жемістері шілдеден күзге дейін піседі. Батпақты, сазды жерлерде көп өседі. Республикамыздың барлық өңірінде кеңінен таралған жол желкен көп жылдық өсімдік. Оны ел ішінде иман жапырақ, бір тартар, екеу құйрық деп те атайды. Оны әлем халықтарының көпшілігінде ежелден дәрі ретінде қолданады. Қазақстанда жол желкеннің 20-ға жуық түрі бар. Көп кездесетін түрі үлкен жол желкен. Жол желкен Қазақстанның барлық жерлерінде өседі. Негізінен орманның жол жиектерінде, шалғынды алқаптарда кездеседі. Бұл өсімдіктің емдік қасиеті өте ерте кезден белгілі болған. Жол желкеннің кептірілген жапырақтары мен сабағынан жасалған сығындысы терінің барлық қабатын регенерациялауға көмек береді. Жол желкеннің халық медицинасында жапырақтарын дене сыртындағы аққан қанды тоқтататын дәрі ретінде қолданылады. Жуылған жас жапырағын жараға, іріңді ісікке, шиқанға сорғыш дәрі ретінде жапсырады. Жол желкен жапырағының құрамында албумин, глюкозиді, ащы және илік заттар, ферменттер, лимон қышқылы, каротин, аскорбин қышқылы, К витамині және аздаған мөлшерде алкалоидтар бар. Дәрілік мақсатқа жол желкеннің жапырақтарынан ұрығын, шырынын, тамырын пайдаланады. Ертеде қазақтар жол желкен жапырағын кептіріп, ұнтақтап, жараның аузына сүйіп, қанын тоқтатқан. Жас жапырағынан түйіп жасаған қоймалжың сөлін олы жәндіктер шаққанда беріп, уын қайтарған, сүйелге таңып кетірген. Жарақаттанған малдарын да осымен емдеген. Күнделікті тұрмыста тері илеуге пайдаланған. Жапырағын кептіріп, ұнтақтап, бір ас қасығын жарты литр қайнаған суға салып, шай тәрізді демдейді. Бір күннен кейін үстіне бір шай қасық анис тұнбасын құйып, күніне 30 граммнан 3 рет бөзекпе, созылмалы бронхит ауруларына ұшырағанда береді. Жол желкен тамырын іштің қан аралас өтуіне қарсы. Қан қақырғанда қайнатпа түрінде, ал ұрығын дизентерия мен іш өткенде пайдаланады. Қан тамырының қатаюына, асқазан ішек жарасына, тыныс жолдарының қабынуына, өкпе туберкулезіне, созылмалы бронхит, плеврит және бүйрек несеп жолдарының қабынуы тәрізді сырқаттарда қолданған. Тамырының қайнатпасын іштен қан өткенде, қан қақырғанда ішкізіп, мұрыннан қан тоқтамағанда таңау ретінде құяды. Жол желкен гүлдеген кезде тамырын қазып алып, жуып, салқын жерде кептіріп ұнтақтайды. Асқазан мен ішінде жарасы бар адамдарға сол ұнтақтан дәрі жасап берсе, науқасынан айығып кетеді. Жол желкеннің құрамында әртүрлі витамин, белок, май, қышқылдар мен тұздар мол болғандықтан, одан жасалған дәріні көптеген ауру түрлеріне қолданады. Бұл адамның тәбетін ашып, қандағы гемоглобинді молайтып, түрлі жүйке ауруларын тыныштандырады. Тұқымның қайнатпасын қант диабетіне, дизентерия және іш өткенде ішеді. Жол желкен шырыны қарын бездерінің секрециясын күшейтеді. Жол желкен ұнтағына фармакологиялық сынақ жүргізген кезде ол туберкулезді қатерлі ісікті емдеуде айтарлықтай нәтижеге жеткізді. Жол желкенді кәдімгі ақбас жусанмен, адыраспанмен, шай қураймен қосып, ас қорыту органдарының ауруларына, қарын, асқазан шырынының жеткіліксіздігінде, асқазан қызылдағанда, жүрек айнығанға қарсы қолданады.
жусан мен адыраспанның пайдасы туралы менің видеоларымды көре кетіңіздер. Төменге ссылкасын қалдыра кетемін. Жол желкенді қақырықты түсіретін зат ретінде жоғарғы тыныс алу жолдары ауруларында қолданады. Қақырықты сұйылтып, оның сыртқа шығуын жеңілдетеді. Қан тоқтататын және микробқа қарсы әсері бар. Жол желкеннің тұқымы ыстықты басып, уытты қайтарады. Қақырықты шығарып, жөтелді тоқтатады. Шөбі де осындай қасиетке ие. Шек қабынғанда 15 грамм жол желкенді қайнатып, күніне 2 рет ішеді.